Армысыздар, құрметті көрермендер, сіздермен бірге Политонның кезекті саны. Бүгінгі біздің талқылайтын тақырыбымыз саяси тұтқындар және сот істері деп аталады. Қонақтарымыз саясаткер Рысбек Сәрсенбайұлы және құқық қорғаушы Ринат Рафхат. Уақыт бөліп бағдарламамызға қатысқандарыңызға рахмет. Жалпы осы соңғы уақыттары Қазақстанда саяси белсенділерді, осы құқық қорғаушылар саяси тұтқындар деп таныған азаматтардың сот істері, сот процестері бір түрлі себептермен бір жабық режимде өтетін сондай бір практика пайда болды. Өздеріңізді кеше көріп біліп отырған шығарсыздар. Кеше қатыстық барып сотқа, осы Қонаев қаласында тәуелсіз журналист Думан Мұхаммедкәрімнің де соты жабық өтті. Жабық өтетін болды. Оның алдында 12-сі күні сот сондай қаулы шығарған, прокурордың өтініші бойынша. Жалпы сіздердің ойларыңызша билік, біздің сот жүйесі не себепті осы белсенділердің сотын жабық өткізіп жатыр? Бұл бір биліктің қорқынышы ма, жоқ әлде тергеу кезіндегі бір заңсыздықтарды жасырудың амалы ма? Әңгімемізді осыдан бастасақ, Рысбек аға. Бірден өзің сұрағың жауабын айтып отырсың. Екінші жағыға тергеудегі олқылықтар деп айтуға болмайды. Тергеудің өзі ешқандай негізі жоқ. Тергеушінің жасаған қорытындысы, қаулысы, прокуратураның оны бекіткені мүлдем негізсіз. Тағып отырған айыпқа дәлел жоқ. Оның бәрі ашық сот процесі өтетін болса, заңдық тұрғысынан да дәлелденеді. Тергеуші де, прокурор да ұятқа қалады, ал судья ешқандай бір дәлелдермен, дәйектермен, не болмаса шынайы, ғылыми, нақтылы сараптамамен айқындалған, жасады деген тағып отырған екі айыпты дәлелдеп беретін ешқандай негізі жоқ. Сондықтан да сот процесін жабық өткізіп отыр. Анығын айтқанда, қолдан жасалған шикі айыптау қанша жерден пісірем десе де піспейтін нәрсе болғандықтан да ол сотқа тіпті жетпеуі тиіс еді. Сот қабылдамау керек еді. Мұндай дәлелі жоқ, дәйегі жоқ жалаң нәрселерге негізделген айыптауды. Бұнда жердегі айыптау белгілі ғой. Жаңағы экстремистік заңсыз ұйымға қатысты дейді, содан кейін сондай экстремистік ұйымды қаржыландырды дейді. Екі айыптың да ешқандай дәлелі жоқ. Оны мен айтып отырғаным, тергеушінің, жаңа прокурордың айыптау қорытындыларын таныстым, көрдім, жасаған сараптамаларында оқып шықтым. Содан кейін айтып отырмын. Егер негізі болса, дәлелді болса, бәрін мойындататын болса, онда олар сотты ашық өткізіп, керісінше міне Думан Мұхаммедкәрім мынандай тағылған айыптар бойынша кінәлі. Оған халықтың да, көпшіліктің де, судьяның да көз жетеді деп ашық айтар еді. Сот процесін жабық өткізу ұсынысын прокурор жасады. Өйткені ол жаңағы тергеудің де, соңғы прокуратураның да өздерінің жасаған қылмыстарын деп айтуға болады. Өйткені заң бұзушылықтың өзі қылмысқа саналады. Сол әшкере болмау үшін жабық өткізді. Түсінікті. Ринат, сіздің ойыңызша? Жалпы бұл Думан Мұхаммедкәрімнің ғана емес, бұған дейін осы марафоншы, саяси белсенді Марат Жыланбаевтың соты дәл осындай куәгердің іздігіне алаңдауына байланысты деген желеумен жабық өткен еді. Бізде енді жалпы саяси тұтқындар деп баға берілген азаматтардың соттарын о бастан сондай жабық қылу әдетке айналып кеткен. Себебі бұл жерде қалай біз ашық сот отырысы болса, журналистер кіреді, бақылаушылар кіреді, қоғамның жақтастары кіреді, жаңа азаматтардың. Соны білдіртпеу үшін көптеген тергеу кезінде кеткен жасанды сондай куәлардың қабыспайтын, қиыспайтын куәліктері ашылып қалады. Сол себептен жабық сот отырысы дегенде бір нәрсені білеміз біз. Осы істе толыққанды шикілік бар екенін. Бірақ сотта жариялық
принципін негізсіз шектеуге болмайды ғой. Ол жерде адам сотқа келді, құқығын қорғау үшін сотпен қорғайды. Сот ол азаматтың құқығын қорғайтын бірден бір орган. Ал сол сотқа келіп құқығын қорғайын десе, жабық процесс қылып тастайды. Біз мына Думаның сотына барған кезде алдын ала тыңдауға кіре бергеннен сол сот табалдырығын аттағаннан бастап, бұл соттың қалай өтетінін ішін сезді. Бұл жерде екі тараптың, мысалы, судья қорғау тарабына қарай көңіл бөлмей, айыптау тарабына қарай көңіл бөлді. Сот залына кіретін азаматтарды алалап кемсіткендей кіргізді, кіретіндерді кірмейтіндерді нағыз мына көптеген журналистерді бір бөлмеге қамап тастады. Енді бұл жерде жариялықты заңсыз шектеп деп айта аламыз. Жабық сот процесін өткізетін, мысалы, нақты негіздері бар ғой. Соның ішінде, мысалы, мемлекеттік құпия бар, жаңа жеке бас, хат алмасулардың, мысалы, жаңағыдай сондай шектеулердің ішіне осы процессуалдық кодексте бар екен, жәбірленуші мен куәнің қауіпсіздігі деген абзацты енгізіп береді. Ол өте қазіргі сот жүйесіне өте қолайлы. Осындай істерді жүргізу үшін қолдан жасалған куәларды көрсетпеу, сотты жабық қылып тастау үшін сол қылмыстық процестік кодекстегі сол абзац өте әсер етіп тұр. Түсінікті. Жалпы енді осы Естеулет, кешіріп өшірді қосатын нәрсе бар. Ринат ана заңды жағын айтып отыр ғой. Прокурордың уәжі бір куәнің қауіпсіздік үшін дейді. Ол қауіпсіздік үшін деген заңда көрсетілсін. Ал енді бірақ соған бір негіз керек қой. Шын мәнінде сол куә сондай өтініш жасады ма? Және оған қаншалықты қауіп қатер төніп отыр? Егер қауіп қатер төнсе, кімнің тарапынан қауіп қатер төніп отыр? Қамақта отырған Думан Мұхаммедкәрім оған ешқандай да қауіп төндіре алмайды өміріне, жеке басына. Не болмаса шырылдап жүрген оның артындағы ата-анасы ешқандай қауіп қатер төндірмейді. Ол кісілердің онда ешқандай агрессивтік мінез құлқы жоқ. Ұстамды, өте тәрбиелі, салауатты адамдар. Ал сол сияқты жаңағы жиналған көпшіліктің де не болмаса барған журналистердің де арасында ол жаңағы куәға өміріне қауіп қатер төндіретінде не болмаса соған доңайбат шегіп жүрген біреуі де жоқ. Ешкім оны танып білген жоқ. Сондықтан ол негіз мына сот процесін жабық өткізудің меніңше жаңағы заңдық негіздерін айтып жатырмыз ғой. Дәлелі жоқ, сапасыз іс қолдан жасалған, сондықтан ол әшкере болып қалмасын деген. Одан басқа оның негізгі бір себебі ол мынау саяси сот. Саяси тапсырыспенен жасалып отырған сот. Саяси Думанда кезінде министр болған адам, ақпарат министрі болған, ашып айтты ғой. Ол саяси көзқарас үшін осындай жағдайға душар болды, қудаланып отыр деген нәрсені. Думан өйткені мемлекет басшысын президент Тоқаевты ашық сынға алып жүрген адам. Оның саясатын, оның іс-әрекетін, тағы басқасын. Билікті сынға алып отыр, тұтас жүйені сынға алып отыр, жүйені өзгерту керек деген мәселесін қозғап жүрген адам. Думан жай ғана қатардағы журналистер айту ол жеткіліксіз. Ол саясаткерге айналған журналист. Саяси тақырыпта саяси мәселелер көтеріп жүр. Сондықтан да оның қызметін шектеу үшін сот арқылы оны түрмеге отырғызу керек болды. Былайша айтқанда саяси тапсырыспен жүріп жатқан процесс. Саясат мәселесі көтерілмесін, ол жұртқа жетпесін. Бұны саяси тұтқын емес, жаңағындай қылмыстық әрекеттер үшін жазаланған адам етіп көрсету үшін сотты жабық өткізуінің бір негізгі себебі осында жатыр деп ойлаймын. Жалпы осы кешегі сотта Думан Мұхаммедкәрім сотты ашық өткізуді талап етіп аштық жариялады. Және ол адвокаттарым қатысса да, қатыспаса да үкім енді алдын ала белгілі деді де қорғаушылардан бас тартты. Жалпы енді бұның алдында Марат Жыланбаев та сотты ашық өткізуді талап етіп, әділ тергеуді, үкімді қайта қарауды талап етіп аштық жариялады. Айгерім Тілеужан да аштық жариялады. Жалпы қазіргі Қазақстанның жағдайында енді бұл белсенділердің, жалпы азаматтардың шарасыздықтан баратын қадамы екені түсінікті. Бірақ осы аштық жариялау, бұндай акциялар қаншалықты нәтиже береді бізде?
Былай қарасаңыз, бір өзіңнің денсаулығыңа зиян келтірумен ғана шектелетін сияқты бізде. Бір қатты одан артық бір нәтиже бермейтін сияқты. Жоқ әлде бұл ол кісілердің қоғам тарапынан бір журналистердің назарын аудартуға жасалатын қадамдар ма? Әділетсіздікпен күрестен бөлек. Ринат. Енді әрбір азамат сот пен трибунал бәрі тең дейді ғой. Сот болып жатыр, сот жүріп жатқасын теңдік, бейтараптылық судья тарапынан әділетті болу керек. Оны мысалы тәуелсіз және әділ сотта қаралу құқықтары бар. Думан мысалы соны талап етті. Оның өзінің процессуалдық құқықтары да, процессуалдық құқықтары бұзылып жатыр, ол шырылдап жатыр. Мына жабық сот деген жасырын сот талқылауы ғой, енді былай жасырын сот, ол сотта не болып жатыр, біз көре алмаймыз. Оны ашынып айтты, қорғау тарабы соттың ашық болуына өтініш хаттар түсірді. Бірақ сот оны қабылдамады. Енді азамат істейді, жаны күйіп батыр, әділдікке жете алмай жатыр. Ең соңғы амалды түсінем, аштық жариялау. Бірақ біздегі сот жүйесі, қадағалаушы орган, прокурор, олардың ештеңесі кетпейді аштық жариялағанда. Керісінше олардың осы әділетсіздікті жоғарғы сот сатыларына жеткізіп, одан кейін адам құқықтарын қорғайтын комитетке жеткізу талаптарын өздерінің денсаулықтарына зиян келтіріп, өздеріне ауру жамап алама деп ойлайсың ғой. Ал біздегі аштық ұстау акциялары ешкімге де ештеңеге де әсер етпейді. Оны себебі ол түрмеде жатыр, аштық ұстап жатыр. Журналистер барып кіруге де шектеп тастаған. Ол азамат не болып жатыр, тағы біле алмаймыз да. Рүстем, сіздің ойыңызша? Бұған айтарым, мынау аштық жариялау, не болмаса өзінің денесіне жарақат салу, зақым келтіру, ол жай ғана наразылықтан ғана тумайды. Соған мәжбүрлеп отыр, итермелеп отыр. Оған думанға жасалып отырған қысымдар, прокуратура бәрі жоқ, ешқандай қысым жасалып отырған жоқ дейді. Негізінен дұрыс емес, ол анық қысым жасалып отыр. Оның дәлелдері ретінде айтайық. Думанды сот процесіне алып келген кезде, жаңағы мәшинесінің жоғары жағындағы люк деп аталады, желдеткіші, сонысы ашық келген. Қыстың күні аязда, әне күндер қатты суық болды ғой. Сол аязда мәшиненің іші суық, аңыраған суықта алып келді. Оның басына суық тиеді. Суықтан адам жаурайды. Солай ғой, қолайсыздық туады. Жүйкесіне тиеді. Мынаны жап, мынау дұрыс емес деп айтқан сөзі тыңдамайды. Керісінше оған қоқан-лоққы жасау да мүмкін. Былайша айтқанда, адам сияқты оқынбай, оны мал сияқты көрсетудің өзі қорлау. Жаңағыдай суыққа ұрындыру, ол азаптау. Оның сыртында Думан ешқандай қылмыстық іспен, жеттоммен танысқан жоқ. Тергеуші онымен қанша рет кездесіп, тергеу амалдарын жасады екен. Онда жасаған жоқ. Соның бәрі ол қысым жасау. Жәбірленушілер болып, сөнген солардың тарапынан жаңағы қылмысқа жауапты деген адам арасында бір қарым-қатынас болса, соның туысқандық жақындығы болып, полицияда істейтіндер. Олар сөнген оған сондай қысым көрсетсе, ол бөлек нәрсе. Өмірдегі жай тұрмыстағы адами қарым-қатынаста. Ал мына жерде ол полициялар неге Думанға сондай қысым көрсетеді? Тергеушісі бар. Неге ондай қысым көрсетеді? Өйткені олар саяси тапсырысты орындап отырған қолшоқпарлар. Олар мүмкін бастықтарынан алғыс алар, мүмкін сыйлық алар. Әйтпесе оларда адам ғой, оның жаңағы соғып тұрған суықты жауып қойып, жағдай жасауына болады. Түрмеде де сондай жағдай. Соң жарты жолдан алып келеді, қайтадан алып кетеді. Не болмаса әкесі киімін алып барады, сот процесіне, сот залына келген кезде дұрыс киініп шықсын деп. Ол киімді қабылдамай қояды.
Әкесін жоқтырмай қояды. Ол қысымның үлкені, қысым көрсету деген міндет түрде желкесінен алып, иығынан басып, тіземенен сөйтіп күш қолдану емес. Мынандай қысымшылық оның ар намысына тиеді, ожданына тиеді. Психологиялық жағынан оған әсер етеді. Сондай жағдайда адам күтпеген ашу-ызаға булығады. Соған сәйкес әрекет жасайды. Оның үстіне Думан сот процесі ашық өтсін деді. Өзін үйғамаққа шығаруды сұрады. Оның бәрін аяқсыз қалдырды. Судья бірден тек қана прокурордың айтқан талаптарын орындады. Соның айтқанымен жүрді. Айыпталушының не болмаса қорғаушының бірде-бір өтінішін қанағаттандырған жоқ. Ал ондай жағдайда адам не істеу керек? Ол бүйтіп мен өз құқығымды өзім пайдаланамасам, әділ сот өтпейтін болса, ақыр бұлар мен түрмеде өмірімді қияды екен. Одан да осы көз алдыларында көзімді жоқ етейін деуге дейін барады. Мұндай жағдайды біз бұрында көрдік. Мәселен, ана Алмат пен Кенжебектің сотында жала жапты оларды, кінәсіз. Олардың да жаңағы сот процесі кезінде талаптарын қанағаттандырмады. Прокуратурасы бар, басқасы бар. Қысымшылық жасады. Ауырған кезінде дәрігерлік көмек те көрсетпеді. Содан кейін барды, олар наразылық ретінде өздерінің білектерін жарақаттап қандарын ағызды. Соған өздері мәжбүрледі, соған әкеп отыр. Әйтпесе ол айыпталып отырған Думанның өзінің бір көрсеткен қыры сесі емес. Соған мәжбүрлеп, соған келтіріп отыр. Ал бұның өзі, бұлайша айтқанда жаңағы адам өзін өзі қол жұмсауына қарай итермелеу деген қылмыстық бап бар. Мен мына түрмедегілердің, не болмаса тергеудің, прокуратуралардың, биліктің астанадан берген тапсырмасын орындаушылардың әрекетін солай бағалаймын. Ол Думан жас бала емес, ақыл есін тоқтатқан, қайта елге, жұртқа, көпшілікке ақылын айтатын, сөзін арнайтын, және оның сөзін жұрт ұйып тыңдайтын, келісетін айтқан ойларымен, пікірлерімен, көзқарасымен сондай азамат, тұлға қалыптасқан. Ал соны осындай әрекетке баруға мәжбүрлеп отырған жағдай түсінікті. Менің ең бір қауіптенетінім, мынау қазір Навальныйде Ресейде әлем шулап жатыр ғой. Навальныйда саясаткер, Навальныйда Путиннің жүйесін, биліктегі ұрлықты әшкереледі. Сынады, дәлелмен нақтылы халыққа көрсетті. А Думан да сондай. Енді Думан біздің Навальный деп айтудың керегі жоқ. Думан ол біздің Думан. Навальныйден артық. Биліктің Қазақстандағы жүйенің бүткіл қырынысын сыртқа шығарып, сынап отырған. Ашық айтып отырған. Сонда мен бірақ сөзбен аяқтайын. Сонда бұл Навальныйды түрмеде жазым етті. Дулатты түрмеде жазым етті Қазақстанда. Аронды түрмеде жазым етті. Біздің алаңдайтынымыз, көпшіліктің алаңдайтыны Думанды дәл сондай жағдайға жеткізуі мүмкін. Мына жазықсыз кінәлап, соттап, түрмеге отырғызып, немесе сот процесі кезінде оның бірдеңкеге ұрынуына соған итермелеуі мүмкін. Біз биліктен бұны күткіміз келмейді. Бірақ сондай қауіп-қатер бар. Мен осы жөнінде келесі сұрақ қойсам ба деймін. Осы бүкіл әлем осы 16 ақпанда ресейлік оппозициялық саясаткер, саяси тұтқын 19 жылға сотталған, және Путиннің нөмірі бірінші енді оппоненті деп айтады. Абақтыда жұмбақ жағдайда қайтыс болды. Оның туысқандары, жақындары оны Путиннің тапсырысымен өлтірді деген мәлімдемелер жасады. Осыдан кейін Қазақстанда да жаңағы Дулат Ағаділге, Арон Атабекпен салыстырып, әлеуметтік желіде азаматтар суреттер жариялап, бізде де енді Ресейде болған жағдай репрессия күшейе ме деген сыңайдағы пікірлер жаза бастады. Жалпы Ринат, сіздің ойыңызша осы Ресейде енді болып жатқан жағдайлар бізге көп жағдайда әсер етеді ғой? Ресейдің билігінде, елінде болып жатқан. Жалпы бізде Қазақстанда Навальныйдың өлімі, ол жақта болып жатқан саяси процестер, Қазақстандағы осы қамауда отырған
әсіресе саяси тұтқындарға қаншалықты, олардың өміріне қаншалықты әсер етеді деп ойлайсыз? Жалпы біздің билікте сондай репрессиялық аппаратты қосады деп ойлайсыз ба, немесе күшейтеді деп ойлайсыз ба? Енді ол авторитарлық мемлекеттің қайсысы әлсіз, қайсысы күшті деп айта алмаймыз. Авторитарлық мемлекеттерде қудалау, азаптау машинасы бір машина. Ресей кішкене үлкен ел, мысалы 150 мыңдай халқы бар. Навальный көпке шапты, көптеген Путиннің былықтарын әшкереледі. Бізде керісінше, біздерде одан да мемлекеттік машина, азаптау машинасы қатты жұмыс жасайды. Біздерде әр адамды ондай деңгейге жеткізбейді. Бірден қағып түсіреді, или жасанды сотпен саясаткер болады, мықты азаматтық белсенді деген адамдарды олар іріктеп көріп алып, бірден бастарын қағып, түрмеге соттап, жабық соттармен азаптап, сөйтіп өмірлеріне балта шауып тастайды. Бұл авторитарлық жүйеде ол қалыпты жағдай. Соттарды соған ыңғайлы болады, прокурор, қадағалаушы орган, тергеу бөлімі бәрі бір авторитардың қолымен, сөзімен жүретін нәрсе ғой. Сондықтан екі жақтағы да қудалау объекті бірдей, тәсілдері бірдей. Біз Ресейде осылай, Қазақстанда осылай, Қазақстанда сол Ресейдегі қудалау келіп қалады-ау деп айтпаймыз. Бізге келген, біз бірдейміз. Себебі сол кезінде кеңестік одақтан қалған сол азаптау, қудалау машинасы әлі жүзеге асып жатыр. Заман қазір 21 ғасыр болғанмен де дәл сол тәсіл, ұрып соғу, азаптау, көнсең көнесің, көнбесе амалсызда ең соңғы тәсіл өлтіріп тастау. Бізде ондай өлтіру тәсілге жеткізбей, алдын ала түрмелерге тоғытып, Арон ағаларды, мысалы, аурулық өлетінін біліп барып шығарды. Сондықтан екі елдің айырмасы жоқ, бірдей. Жалпы осы абақтыда саяси белсенділердің қаза болуы, жаңағы Дулат Ағаділ, Арон Атабек туралы айтып жатырмыз ғой. Жалпы осы азаптау туралы айтамыз, белсенділер ұстап жатыр дейміз. Оны бірақ бір санаулы журналистер мен бір санаулы адамдар ғана бақылайды, қадағалайды, қолдайды, немесе бар. Жалпы қоғам оған бір бейжай қарайтын сияқты. Азаптауға да, жалпы белсенділердің ұсталып жатқан әділетсіз сотқа да, түрмеде, абақтыда қайтыс болып өліп жатса да, жұмбақ жағдайда өліп жатса да, оған бірақ немқұрайлы қарайды. Не себепті қоғам олай қарайды деп ойлайсыздар? Рысбек аға. Басы ауырмағанның құдаймен ісі жоқ дейді. Осындай бір аталы сөз бар. Көп адамдар өзінің жеке басына сондай жағдай болмағаннан кейін, түспегеннен кейін оған мән бергісі келмейді. Және бұл бәрі негізінен алғанда ақпараттың жеткіліксіздігінен. Бізде қазір осы болып жатқан оқиғаларды құқық қорғаушылар, журналистер және белсенділер көп болса бір 300-400 адам біледі, көреді, сезінеді деп айтуға болады. Ал қалған миллиондарға ол ақпарат жетіп жатқан жоқ қой. Қазақстанның қай мемлекеттік, немесе мемлекеттен қаржыландырылып отырған телеарналар осы жағдайдан ақпарат беріп жатыр. Думанның соты басталды. Сол туралы бірауыз ақпарат таратты ма? Хабары болсын, Қазақстаны болсын, КТК-сы 31 болсын. Тым болмаса жаңғы бейтараптық тұрғыдан осындай журналист Қазақстанға танымал, белгілі, ең қиын екі айыппен сотқа барған екен. Сол туралы айтуына болады ғой. Айтпайды, өйткені халық білмеу керек. Халық білсе, халық ақылды ойлайды, мынандай жағдай болып жатыр екен. Оны неге соттады екен? Соншалықты ол не білдіріп қойды екен? Сөнген ақылға салады, басқа ақпараттарға құлақ түреді, соң айтады, мыналардың бәрі қолдан жасалған қылмыс. Не болмаса бірден айтады. Біздегілер мынаған жала жауып отыр. Әблязовтен интервью алған үшін соттап отыр. Онда неге басқа журналистерді соттамайды? Бар ғой біраз журналистер сұхбаттасқан. Ертісбаевтың өзі сұхбаттасты мәселен.
Сергей Дуван сұхбаттасты Әбләзовпенен. Тағы да басқа адамдар оғанмен интервью алды, әңгімелесті, пікірлесті. Ешқайсысын соттаған жоқ қой. Соны білетін адамдар айтады, онда не үшін соттап отыр? Ол Әбләзовтың өзі де экстремист, террорист деген атаққа қалған жоқ. Оны ешқандай Қазақстанның соты Сауд бен Ладенге теңеген жоқ. Ең болмаса сондай басқа террористерге, Талибанның көсемдері сияқты. Олардың бәрі белгілі. Экстремистік, террористік ұйымдарды басқарды деген. Әбләзовке ешқашан экстремист, террористік ұйымға басшылық жасады деп айтқан саясида сөз жоқ. Заңдық бір айыптауды былай қойған кезде. Оны басқа экономикалық, қаржылық мәселелер бойынша кінәлі санайды. Не болмаса жаламенен тапсырыс беріп кісі өлтіруге қатысты дейтін сияқты. Ал тағып отырған айыптарын мүлдем негізсіз екендігі осыдан-ақ көрінеді. Әбләзовпен сұхбаттасқан екен, онымен пікірлескен екен. Жарайды, оның адвокат жалдауға қажетті қаржы жинауына есеп шотын жариялаған екен. Ол қылмыс емес қой. Ол экстремистік ұйымды қаржыландыру емес қой. Өйткені Әбләзовтың өзі, Мұхтардың өзі экстремист деп саналып отырған жоқ. Қазақстан сотында ондай айыптау жоқ. Осының өзі мүлдем кереғарлықты көрсетеді. Жұрт сондай ақиқатты көріп білсе, жасалып отырған қиянат екенін сезсе, өзі ақылына салып талқылап шешімге келеді ғой. Соңғы биліктің қиямпұрыстығын, жаламенен қиянат жасап саяси қудалау қалып отырғанын белгілі болып қалады. Ондай белгілі болғаннан кейін әркім өзінің пікірін айтады. Олардың ішінде думанды қолдаушылардың қатары көбейеді. Қазіргіден де әлдеқайда. Сондықтан да жұрт бейқамдық танытып отыр. Бұл бірінші жағы. Екінші жағынан алғанда қазір Қазақстанның жұртшылығы саясаттан аулақ жүргісі келеді. Саясатпен айналысқысы келмейді. Оған біріншіден тұрмыстық жағдайды көтермейді. Күнкөріспен, күндік тамақ, киім, балаларын асырауменен сонымен арып ашып, шаршап шалдығып жүр. Болар болмас айлыққа күн көріп жүр. Қазақстанның өзі соншалықты бай мемлекет деп, қазба байлығы жеткілікті деп айтқанмен де халқы кедей, тақыр кедей жағдайда. Және олардың басым көпшілігі несиеге байланып отыр. Кіріптар банкілерге жұмыстан шығып кетсе, несиесін өтей алмайды. Басында үй емес, лашығынан айырылып қалады, ескі көлігінен айырылып қалады. Соны ойлады, адамдар саясаттан аулақ жүргісі келеді. Біздегі саяси белсенділіктің жоқтығы, азаматтардың өзінің құқығын жете білуі және соны қорғау үшін күресетін азаматтығы ғана төмен емес, олардың айналада болып жатқан мәселеге немқұрайлы қараушылығы, осының салдары. Карина, сіздің ойыңызша, бізде қоғам не себепті осындай оқиғаларға, жалпы саяси қудалауларға, репрессияларға немқұрайлы қарайды деп ойлайсыз? Жаңа Рысбек аға айтқандай, бізге бүткіл халыққа жететін ақпарат шектеулі ғой. Біз ақпараттық вакуум дейміз ба? Өзіңіз білесіз ғой, қаңтарда қалай бүткіл интернетті тоқтап тастады да, ресми арналардан 20 000 террорист деген сияқты сондай дезинформация беріп, адамды үрейлендіріп тастайды. Қазіргі соттарына ресми арналар келіп ақпарат таратып жатқан жоқ, халыққа жетпей жатыр. Мысалы, интернет ұстамайтын ауылдар бар, бәрі ютубты қарап жатқан жоқ, или бәрі политонды қарамайды ғой, мысалы. Ресми арналардан саяси тұтқындарды, немесе әділетсіз деп көшеге шыққан, митинг жасаған адамдарды ресми арналар мен биліктің жаңағы жасанды блогерлермен солардың ақпараттарына сенгізуге тырысады. Ол үлкен жұмыс жасап отыр, ол тіпті институттар жұмыс жасап отыр ондай ақпарат тарату үшін. Ал тәуелсіз журналистер өте аз болғаны саусақпен санарлықтай, осы үлкен қала Алматыда ғана деп айтуға болады. Қалған аймақтардағы тәуелсіз журналистердің көпке шаптырмайды.
Оны жаңағы әкімшіліктің аппараттары міндетті түрде қудалауға болсындар болады. Сол себептен мына әділетсіз сот, мына наразылықтар толыққанды халыққа жетпейді. Халық мына дұрыс ақпарат ала алмай жатыр, шөлдеп жатыр. Түсінесіз бе? Біз мына халықтарды да жерге ұруымызға болмайды, неге немқұрайлы қарайды деп. Ақпарат білмейді. Білсе де жек көрінішті қылып көрсетіп жатыр мемлекет тарапынан. Анау басбұзар, анау жаңағы мысалы Айгерімді Тілеужан жаңағы экстремистік ұйымның мүшесі деп ресми арнадан таратты. Ойлап көріңізші. Ал сол процесті басынан аяқ ресми арналар келіп түсірген жоқ. Менің есімде қалғаны премияда келді, міндетті түрде, сосын үкім оқитын кезде келді. Көрдіңіз бе? Олар прокурордың айтқанын бергісі келді, және үкімді бергісі келді. Ал басынан бастап сот тергеуінен бастап түсіретін болса, мына сіздер сияқты, Азаттық сияқты басынан бастап түсіретін болса, бүткіл халық сенер еді. Сондай бізде мына ақпаратты қысып ұстау, жалған ақпараттарды таратып, азаматтарды жек көрінішті қылып насихаттау, сондай жүріп отыр. Сол себепті енді адамдар немқұрайлы болып қалуы мүмкін. Адамдардың немқұрайлы болуына, сондай ой өрісте қалуына мемлекет қыруар қаржы бөліп отыр. Миллиардтаған теңге ақша осы салада жұмсалып жатыр. Ана телеарналарда нені көрсетіп жатыр, нені әңгіме жасайды. Ұсақ түйек, ырбың, жырбың, түкке тұрғысыз нәрселермен. Арзан, ойын сауық, жұртты басқа нәрсеге алдарқату. Ал оның орнына саясат туралы, қоғам туралы, адамгершілік туралы, мемлекет пен халықтың арасында қарым-қатынас мәселелері туралы, құқықтық мәселелер жөнінде, азаматтардың өзінің құқығын қорғалу мәселелері, тағы сол сияқты тақырыптар өте көп қой өмірде. Болып жатқан әділетсіздіктер бар. Солардан қалай шығып жатыр адамдар, қалай күресіп жатыр, қалай күресу керек, қоғамды, мемлекетті қалай дұрыстау керек. Мына жемқорлықпен күресте әркімнің қандай қабілеті бар, әркімнің рөлі қандай. Сол тақырыптарда жұмыс істейтін болса, ашықтық, жариялық болатын болса, жергілікті жерден бастап Астанаға дейінгі аралықтағы, соның бәрі экранда көрсетілсе, онда халықтың да ой өрісі, көзқарасы самарқаулықтан айырылып, отаншылдыққа, мемлекетшілдікке, шыншылдыққа, әділетшілдікке қарай ойысар еді. Мәселе миғұрттандыру үшін миллиардтаған ақшаны жұмсап отырған билікте. Осыған мына парламенттегілер назар аударса, парламенттегі әр жылдың бюджетін бекітеді ғой, сол кезде ақпарат салуларына қанша қаражат бөлінді, оның қайтарымы қандай болды, қоғам үшін, мемлекет үшін. Өйткені ол халықтың ақшасы, мемлекеттік бюджеттің ақшасы, оның сұрауы болу керек. Соны талап ететін болса, оңген жағындай арзан нәрсеге түкке татығысыз адамды саясаттан да, басқадан да аулақтататын, өнерден де тіпті сондай арналардың ақшасын қысқартсыншы. Олар сөнген тақырыпты өзгерте бастайды. Оның орнына керісінше. Одан кейінгі тағы да бір айтатын мәселе мынау Ресейдің телеарналары. Ринат бас кезінде салыстырмалы түрде айтты, біздегі биліктің авторитарлық жүйенің тоталитарлық қуғын сүргіні екеуі бірдей деп отыр. Рас, екеуі бірінің бір көшірмесі. Ресейде тоталитарлық тоқпақ қалай соққы жасайтын болса адамдарға, бізде солай, бізде кейде асып та кетеді. Ресейдің саясатын жүргізетін телеарналарда әбден көріп тыңдаған адамдар ресейшіл болып отыр. Ертең Украинаға жасаған қиямпұрыстықты ресейліктер, анығын айтқанда президенттері Путин сондай саясат ұстанып агрессия жасайтын болса, біздегі өзіміздің қазақпын деп жүргендердің өзі, ол Путиннің істеп отырғаны, Владимир Владимировичтің істеп отырғаны, ол дұрыс екен деп қолдап шыға келуі мүмкін. Мына
адамдардың санасына ықпал ету тетігі, соның мүмкіндігі қазір біздің биліктің қолында тұр. Ал біздің билік өзі ресейшіл болуымен қоймай, бүткіл Қазақстан халқын ресейшіл жасауға, сондай көзқараста, сондай пиғылда болуға итермелеп отыр. Қажет болатын болса, мынаны айтуымыз керек. Қазақстанның халқы Ресейдің Украинаға жасаған агрессиясын қалай бағалайды? Соған сұрау салып көрсінші. Содан кейін соны насихаттарын тоқтатсыншы, каналдарын жапсыншы, ақпарат таратуды азайтсыншы. Оның орнына шынайы шетелдік басқа ақпараттар таратсыншы. Адамның ойлау жүйесі, не болса қоғамдық пікір қалай өзгерер екен? Мүлде басқаша өзгереді. Біз мына басқа әлемнен кеңестер одағында жаңағы тұмшалап тастады дейді. Сол тұмшалауда отырмыз. Ресейдің ақпараттық идеологиялық ықпалында соның шекпеннің астында жатырмыз. Бұл да жаңағы қоғамдағы қазақтардан бастап басқа да ұлттардың азаматтық белсенділігін төмендетуге, оны жойып жіберуге ықпал ететін нәрсе. Біз енді жалпы бір тақырыпты айтсақ, мәселе бір тақырыптан екінші тақырып проблема көп шыға береді. Енді соңғы сұрақты болыңыздар. Жалпы біз енді қоғамда бар ғой, әсіресе билікшіл, саясаттанушылар, сарапшылар, журналистер айтады, билік өкілдерінің өздері айтады, жаңа Қазақстан, ескі Қазақстан деп айтады. Біз жаңа Қазақстан құрып жатырмыз дейді. Назарбаев дәуірі, Тоқаев дәуірі деп айтады. Жалпы осы екі кезең деп қарастырсақ енді, жаңа Қазақстанда Тоқаевтың кезінде, президенттігі кезінде саяси репрессия, қудалау күшейді ме, жоқ әлде Назарбаевтың кезінде одан қарағанда күштірек бет деген, салыстырмалы түрде алып қарағанда? Сіздердің ойларыңызша қысқа нұсқа жауап берсеңіздер, Рысбек аға. Мен жалпы өзім Қазақстанды екіге бөлуге жаңа ескі деп мүлдем қарсы адаммын. Бұл туралы бұрында айтқам, енді оны қайталамай қояйық, ол негізсіз. Ескі Қазақстан, жаңа Қазақстан дейтін. Жаңалап жатқан түгі де жоқ, бос сөз. Ал бұл жүйе бірақ жүйе. Назарбаевтық жүйе. Тоқаев оның мұрагері. Сондықтан енді тек қана бірақ жаңалық қосуға болады. Назарбаевтық, сызықша Тоқаевтық жүйе. Авторитарлық жүйе. Тоталитаризмге ұласып бара жатқан құрған жүйе. Бұл жүйеде бұрынғыдан гөрі, егер цифрлармен қарайтын болсақ, салыстырып айтатын болсақ, баға беру үшін, Назарбаевтың кезінде қанша адам репрессияның құрбаны болды, сотталды. Болмаса осындай билікті сақтап қалу үшін қастандықтарға барды, адам өлтіруіне барды. Адам шығын жағынан есептейтін болсақ, жаңа өзенді қосқанда, саясаткерлерді қосқанда, сол кезде Назарбаев тұсында қоғамдық белсенділердің де, журналистердің де өмірінің қиылған мысалдары баршылық. Солардың бәрін жиынтығын қосқанда, Тоқаевтың кейінгі билігі кезіндегі адам шығынын екеуін салыстыратын болсақ, Назарбаев Тоқаевтан қалып қояды. Тоқаев алға шығып кетеді. Ал енді сол үшін адам шығын жағынан, қудалану жағынан, сотталу жағынан, былайша айтқанда репрессиялық әрекеттердің қайсысы нәтижелі десе, әрине онда Тоқаевқа бірінші орын беріп, өкпелесе де Назарбаевқа екінші орын беруге тура келеді. Ринат, сіздің ойыңызша? Мен ойымша жаңа Рысбек аға айтқандай, ескіде болсын, жаңада болсын, саяси тұтқындар азайған жоқ, көбеймесе. Назарбаевтың тұсында да қудалау бар ма? Саяси тұтқындарды өлтірді ма? Тоқаевтың тұсында да қудалау бар, саяси тұтқындарды өлтіру де бар. Ал енді біз бұл енді репрессивті машиналы, біз оны тоқтата алмаймыз. Жүйе біреу. Сот, биліктің үшінші тармағы сот, әділ сот, тәуелсіз сот емес, біз көріп тұрған жоқпыз. Ешқандай реформа жасалған жоқ. Реформа жасалғандай болады, болмайтын бір салаларға. Ең бірінші реформаны біз сот жүйесінен бастауымыз керек. Сот жүйесі нағыз реформаланса, қалғандары сол
сотқа келіп тіреліп отыр. Сотпен реформалар басталу керек. Сондықтан екі Қазақстан енді маған да сол ескіне жаңаны бірдей, ешқандай айырмашылық жоқ, бірдей. Керісінше қаңтар оқиғасынан кейін біз көптеген азаматтардың азапталып, өлгенін, атылғанын, саяси тұтқындардың тоғытылып түрмеге түскенін, көбейіп кеткенін көріп отырмыз. Сондықтан бір-бірінен ашып тұратын екі авторитардың бір-бірінен асып тұрғанын әзір азаматтық қоғамға деген қысымда жеңілдегенін көрмейміз. Бір салыстыру үшін бір мысал айтайық. Назарбаевтың кезінде қабірді қазып қайтыс болған адам соттаған жоқ. Ал Тоқаевтың кезінде осындай жаңалық ашылды. Бұл да қайсысы алда, қайсысы артта дегенге салыстырмалы түрде бағалауға бір факт. Рахмет, уақыт бөліп бағдарламамызға қатысқандарыңызға. Сау саламатта болыңыздар. Жарайды, сау болыңыздар.